Саттар жол жиегінде тұрып, ауылға көз тастады. Туған жері өзінің есінде қалған бейнесінен әлде қайда кішірейіп кеткендей көрінді. Үйлер жерге кіріп кеткендей шөгіп, қошошаулар қисайып, кезінде кең болған көшені арамшөп пен қалақай басып, тарылып қалыпты. Ол иығындағы сөмкесінің бауын түзетіп, алға қарай адымдады. Туған топырақтағы әрбір қадамы самайына ауыр соққы болып тиіп жатқандай еді. Ол мұндағы әрбір бұтаны, жолдағы әрбір шұңқырды білетін. Анау тұрған ескі сөгіт талы, кезінде жаңбырдан жасырынатын жерлер еді. Енді ол қуарған, қап-қара бұтақтарын арық саусақтардай шайып, сұп-сұр болып тұр. Ол шаршағандықтан емес, алда не күтіп тұрғаннан қорыққандықтан баяу басып келе жатты. Ауыл өзінің дағдылы, мазасыз тіршілігімен әлек. Қоралардан иттің үргені естіледі, бір жерде балтаның даусы шығады, ал ауада пештің түтіні иісі аңқиды. Саттар сирек кездескен ауылдастарының суық көзқарасын сезіп келе жатты. Адамдар оған қызығушылықпен емес, тікендей қадалатын күдікпен қарап қатып қалатын. Оны ешкім танымады. Олар үшін ол басқа бір қорқынышты әлемнен келген шат адам. Оның келуі ауылдың тыныш тіршілігін бұзғандай еді. Ақыры ол өз қара шаңырағын көрді. Саттар қақпаның алдында тоқтап, жүрегінің атқақтап соққанын сезді. Бұл оның ата-бабасынан қалған, әкесі өз қолымен тұрғызған үй еді. Бірақ бірдеңе дұрыс емес. Қоршау Саттар өмірінде жек көретін ашық жасыл түске боялыпты. Кезінде су толы астау тұратын босағада біреудің бөтен етіккерімен балалар арбастыр. Терезелерде жарық жанып тұр. Бірақ бұл ол түсінде көретін жылы шуақ емес еді. Бұл бөтен ошақтың оты. Саттар қақпаны итеріп ашты. Ол бұрынғыдай шиқылдаған жоқ, жаңа әлметтермен еркін ашылды. Аулаға кіріп тоқтай қалды. Үйден иығына шәлі жамылған бір әйел шықты. Ол көзін сығырайтып, ымырт иірілген шақта шақырылмаған қонақты тануға тырысты. Саттар ассалаумағалейкум деп амандасып, өз үйіне келгенін айтты. Әйел селк ете түсіп, бір қадам артқа шегінді. Ол қонақтың кім екенін және мұнда не істеп жүргенін сұрады. Саттар өзінің есімі, Саттар екенін, осы үйдің иесі екенін айтты. Есіктен жеңсіз көйлек пен шалбар киген бір ер адам шықты. Ол әйелдің иығынан ұстап, Саттарға ауыр көзқараспен қарады. Ер адам Саттардың осыдан 10 жыл бұрын айдауда жүріп қайтыс болғанын, ауданнан келген ресми қағаз бар екенін айтты. Ол бұл үйдің иесіз деп танылып, ауылдық кеңестің шешімімен барлық ереже бойынша өздеріне берілгенін қосты. Әйел шәлісін кеудесіне қысып, мұнда тұрып жатқандарына 5 жыл болғанын және ешқайда кетпейтіндерін айтып, басын изеді. Саттар суықтың жүрегіне дейін жеткенін сезіп, қатып қалды. Ол күртешесінің қалтасынан 4 бүк келген, босап шыққаны туралы анықтаманы шығарды. Қағаз сарғайып, түрменің иісі сіңіп кеткен екен. Ол қағазда алға созып, өзінің тірі екенін, мінеки құжаттарын айтты. Бірақ ер адам қағазға қолында созған жоқ. Ол ауылдың есеп кітаптарында Саттар есімді адамның енді жоқ екенін. Сондықтан кез келген қағаздың құны көк тиын екенін жеткізді. Ол Саттарға учаскелік сақшыны шақырмай тұрғанда аман сау кезінде тайып тұруды бұйырды. Өйткені ауылда қаңғыбастарға орын жоқ екенін айтты. Осы сөздерден кейін орнаған тыныштық түрмедегі айғайдан да қорқынышты еді. Саттар бөтен адамдар шәй ішіп күліп отырған өз үйінің терезесіне қарады. Оның бүкіл өмірі, естелігі, тіпті есімі де ешқашан болмағандай өшіріле салыпты. Ол бұдан былай бұл жерде адам емес. Тірілердің арасында орын жоқ қауіпті аң немесе көлеңке екенін түсінді. Артына бұрылмастан үйден баяу алыстай берді. Артынан есіктің тарс етіп жабылғанын және ысырманың сықырлағанын естіді. Ауыл оны керексіз қоқыс ретінде суық қараңғылыққа итеріп тастады. Саттар қараңғы көшемен келе жатты.
әрбір үй оған жабық қамал секілді көрінді. Ол қайда бара жатқанын білетін. Ауылдың шетінде, терең әрі қараусыз қалған кен орнының жанында ескі құрылыс үйшігі, вагон тұрған. Кезінде ол өзі басқарған жұмысшылар тобына тиесілі еді. Енді ол үшін басын сұғатын жалғыз мекен осы ғана. Ол солай қарай бет алды. Артынан тек есіктер ғана емес, бүкіл өмірі жабылып жатқандай сезінді. Ол өз туған жерінде аруаққа айналды. Бауырлар, парақшаға жазылып, осы бейнероликті қолдап, дәл қазір қоңыраушаны басып, ұнату белгісін қоюды ұмытпаңыздар. Бұл бізге жүйелік ережелер жасырғысы келетін ақиқатты ары қарай жеткізуге көмектеседі. Орындадыңыз ба? Рахмет. Олай болса, жалғастырайық. Бұл өмірде жаныңды түсінер адам қалмағанда, суық темірден сенімді ештеңе жоқ. Темір өтірік айтпайды, ол көзін тайдырмайды және алдыңнан есікті тарс жаппайды. Ол сені кім болсаң да, сынған болсаң да, тізімнен өшірілген болсаң да, тіпті өліге айналсаң да, сол күйінде қабылдайды. Саттар түнгі суықтың ескі күртешесінен өтіп бара жатқанын сезіп, кен орнына қарай жүре берді. Ауыл артта қалды. Сирек жылт еткен оттары енді басқа ғаламшардың жат жұлдыздарындай көрінді. Әрбір қадамы ауырлады. Бұл шаршағандықтан емес, артында бостықтан басқа ештеңе қалмағанын сезінуден еді. Қараусыз қалған кен орны оны өлі тыныштықпен қарсы алды. Айдың жарығында жер ананың денесіндегі үлкен шұңқыр жазылмайтын, терең әрі ұсқынсыз тыртық секілді көрінеді. Саттар кен орнының шетінде жердің қараңғылыққа қарай опырылып тұрған тұсында тоқтады. Ескі жұмысшы үйшігі, вагон, шеткері жерде бір жағына қисайып тұр. Ол да мына дүниеден бас кешіп, құрдымға құлағысы келетіндей. Тот басқан көк бояуы өңінен айырылып, темірдің бетінде қомыр дақтар теміреткідей жабысқан. Саттар жақынырақ барды. Кезінде тарс жабылатын есік енді бір ілмегімен ғана ілініп тұр екен. Ол тұтқаны тартқанда темірдің ащы шиқылы түннің тыныштығын тіліп, сонау ауылға дейін жеткендей болды. Үйшіктің ішінен ешқашан ұмытылмайтын, ештеңемен шатастыруға келмейтін иіс мұрынға ұрды. Бұл мазут пен ескі жанармайдың көп жылдық шаңның ауыр иісі еді. Бұл иіс оны бірден 10 жыл артқа алып кетті. Ол кезде Саттар бригадир болатын. Мұнда күн сайын таңертең кіретін. Мұнда жұмыстың, үлкен жоспарлар мен үміттің иісі аңғитын. Енді бұл иіс оның темір табытының иісіне айналды. Ол сөреде жатқан ескі майшанның қалдығын тауып сіріңке жақты. Көмескі жарық оның жаңа мекенінің жыпыны үшін көрсетті. Үстелдің үстіндегі шаңның қалыңдығы елідей. Еденге бекітілген екі тар сәкі өзі жаңа ғана босап шыққан түрме төсектеріне нары ұқсайды. Бұрыштағы тесік пеш қана оның ішіндегі суықты түсінетін жалғыз тірі жан иесі сияқты көрінді. Саттар сөмкесін сәкіге тастап, өзі де жанына отырды. Үйшіктің ішіндегі тыныштық сондай ауыр, ол тіпті өз жүрегінің соғысын естіп тұрды. Бұл тыныштық құлағын тас қылып, темір тордың ар жағында өткен 3650 күннің әрбір сәтін есіне түсірді. Ол орнынан тұрып, механикалық түрде айналаны жинай бастады. Ол жеңілдеп қаламын деп ойлаған жоқ, жай ғана қозғалыс. Есінен алжаспаудың жалғыз жолы екенін білді. Бостандықтағы алғашқы түнінде ол керосин иісі шыққан ескі шүберекті тауып, үстелді сүрте бастады. Саусақтары темірдегі ойлы, қырлы іздерді, сызаттарды сезді. Бұл үйшік оның өткен еді. Енді ол бүгінгі күніне айналды. Осыдан 10 жыл бұрын ол мұнда 50 жігітке басшылық еткенін еске алды. Оны сыйлайтын, одан қорқатын, оның сөзін екі етпейтін. Ал қазір ол ешкім емес. Сары қағазы бар қаңғыбас. Тіпті өз ауылы оны өмір тізімнен артық жолдай сызып тастаған.
Жұқа темір қабырғаның ар жағында жел гулеп, үйшікті дірілдетіп тұр. Саттар сөмкесін жастанып, қатты сәкіге қисайды. Мазут иісі киіміне де, терісіне де сіңіп кетті. Тіпті бұл иіс оның ойына да кіріп кеткендей. Бұл темір жәшікке түс көруге орын жоқ. Мұнда тек түрме итінен де бетер қабатын ашы естеліктер ғана бар. Ол ертең ауылға ас су іздеп бару керек екенін ойлап, бұл ой оны кен орнындағы жалғыздықтан да бетер шошытты. Адамдар оған тордан қашып шыққан жабайы аңға қарағандай қарайтынын біледі. Осы жылдар бойы аңсаған бостандығының дәмі тот басқан темір мен мұздай мазуттай ащы болып шықты. Ол қолының дірілін басуға тырысып, көзін жұмды. Көз алдына бүгін оны өз үйінен қуғандардың жүздері келді. Олар жаман адамдар емес еді. Олар жай ғана тірілер еді. Ал олар үшін қорқынышты бірдеңені еске салуға о дүниеден оралған аруақ. Саттар бұл үйшік оның жалғыз қамалы, соңғы шебе екенін түсінді. Мұна тасталған техникалар мен кен орнының тыныштығында ол өз қайғысының қожайыны еді. Ол тек таңға жуық, аяз үйшіктің ішін әбден мұздатқанда ғана көз ілді. Бостандықтағы алғашқы түн аяқталды, бірақ адам болу құқығы үшін күрес енді басталды. Қорқынышты иісі жанармай немесе хлор иісіне ұқсамайды. Ол суық тер мен тарс жабылған есіктердің иісіне ұқсайды. Саттар мұны ауыл орталығындағы тас жолға аяғы тигенде түсінді. Осыдан 10 жыл бұрын ол мұнда қожайын болып жүретін. Оның сөзінің салмағы элеватордағы 1 тонна таңдаулы астықтан да ауыр еді. Енді ол тіпті қаңғыбас иттер де үркіп қашатын көлеңке сияқты келе жатты. Бостандық елге оралу мерекесі емес. Сенің есімін тірілер тізімінен өшірілгенін, тіпті сөйлемнің соңына нүкте де қойылмағанын ақырындап түсіну екен. Ол күн сәулесі түнде мұздаған жерді жылта бастағанда, кен орнындағы темір панасынан сыртқа шықты. Мазут пен тоттың иісі терісіне әттен сініп кеткені соншалық, оны ешқандай сабынмен жуып кетіру мүмкін емес еді. Саттар ескі күртешесінің жағасын тізетіп, ауыл дүкеніне қарай беттеді. Оған көп ештеңе керек емес. Нан, тұз, сіріңке және темекі. Бірақ алғашқы үйлерге жақындаған сайын, оның айналасындағы тыныштық қоюлана түсті. Бұл ормандағы тыныштық емес. Арқанан біреу соққығы беретіндей қадалған, суық әрі қауіпті тыныштық еді. Оны алдынан кезінде жұмысшыларға жып-жылы сүт әкеліп беретін Нүрия апа қарсы алды. Ол бос шелегін ұстап, қақпа алдында тұр екен. Саттарды көргенде әйел қатып қалды. Оның көздері қорқыныштан бақырайып, қолымен астапыралла деп жағасын ұстады. Ол амандасқан да жоқ. Оның темір тордың ар жағында қалай тірі қалғанын да сұрамады. Ол жай ғана ауланың ішіне шегініп, есікті тарс жауып алды. Ысырманым сықырлаған дыбысы Саттардың самайына ауыр соққы боп тиді. Бұл дыбыс оның елден аластатылғанын білдіретін алғашқы белгі еді. Одан әрі жағдай тіпті қиындады. Құдықтың қасында баласын ұстаған жас әйел тұр екен. Ол бүлдіршінге бірдеңе айтып күліп жатқан. Бірақ жақындап қалған Саттарды көргенде сөзін кілт үзді. Оның жүзі бір сәтте тастан жасалғандай қатып қалды. Ол баласын құшағына қысып, алдында ауылдасы емес, қаһарлы қыста орманнан шыққан аш қасқыр тұрғандай жасыруға тырысты. Ол теріс айналып, баласын өз денесімен тасалады. Саттар өзінің маңдайына басылған қауіпті қылмыскер деген таңбаның түрмедегі күннің ыстығынан да бетер күйдіріп бара жатқанын сезді. Дүкеннің іші қапырық. Жаңа піскен нан мен арзан кір жуғыш ұнтақтың иісі шығады. Саттар табалдырықтан аттағанда, іштегі әңгіме пышақпен кескендей тыйыла қалды. Сөренің қасында бірдеңені талқылап тұрған 4 жігіт оған жол беріп, ақырын шетке сырылды. Олардың көзінде өспенділік емес, өздері тіпті түсінде көруден қорқатын жағдайларды басынан өткерген адамға деген үрей бар еді. Сатушы Камила. Оны кезінде кішкентай қыз күнінен білетін, оған көз алмай қарап тұрды.
Оның саусақтары алжапқышының шетін жүйкесі шоққарып, жылқылап жатты. Саттар әр қадамы осы өлі тыныштықта жаңғырып жатқанын сезіп, жақын барды. Ол баяу дауыспен: «Маған бір бөлке қара нан, бір қорап тұз және 2 қорап сіріңке берші», деді. Оның дауысы бейбіт сөздерді ұмытып қалғандай, бөгде әрі қырылдап шықты. Камила үндеместен тауарды таразыға қойды. Оның қолдары дірілдегені сонша, сіріңке 2 рет үстелдің үстіне құлап кетті. Ол о дүниеден оралған адаммен жанары түйісуден қорыққандай басын көтермеді. «Қанша болады?» Ол сыбырлап қана бағасын айтты. 14 теңге 40 тиын. Саттар үстел үстіне жиылған теңгелер мен тиындарды қойды. Ол қайтарымын күтпестен алғандарын сөмкесіне салып, есікке қарай бұрылды. Шығар берісте бір сәтке тоқтап, артына қарады. Жігіттер әлі де қозғалмастан тұр екен. Олардың иықтары түйіліп, жұдырықтары түйілген. Олар оның айқайлағанын, немесе өздігін талап еткенін күткендей еді. Бірақ Саттар тек ауыр күрсініп, далаға шығып кетті. Дүкен алдында ол ескі мотоциклімен ақырын өтіп бара жатқан тәртіп сақшысы майорды көрді. Ол тоқтап, Саттарға ескерту толы ауыр көзқараспен қарады. Бұл жанрда бір қате қадам, бір артық сөз айтсаң, қайтадан уақыт жылдармен өлшенетін. Ал өмір ішілген түрме ботқасының мөлшерімен есептелетін жерге кетесің, деген сөз айқын оқылып тұрды. Саттар ауыл орталығынан алыстай берді. Перделердің ар жағынан қадалған мыңдаған жанарлар оның арқасына инедей шаншылды. Ол бұл ауылда бұдан былай оған орын жоқ екенін түсінді. Мұнда ол тек кен орнындағы тот басқан үйшігінде отырғанша ғана шыдауға болатын шыртқыш. Кен орнына қайтып келе жатып, ол жол жиегінде тұрған 15 жасар 2 жасөспірімді көрді. Олар оған қызығушылықпен үрей араласқан жанармен қарап қалыпты. Олардың бірі екіншісіне бірдеңе деп сыбырлады да, екеуі де дереу көзден таса болды. Саттар өзінің кемір табытына оралып, нанды шаң басқан үстелге қойды да сәкіге отырды. Кен орнының тыныштығы енді оған қорқынышты көрінбеді. Мұнда тастар мен мазуттың арасында оның өмірін бір ғана үнсіздікпен күлге айналдырған адамдардың қасында болғаннан әлде қайда тыныш еді. Ол алда өзін неге мұндай күйге түскені туралы естеліктерге толы ұзақ түндер күтіп тұрғанын білді. Бұл күнәдан арылу жолы оған 10 жылдық түрмеден де қымбатқа түсетін еді. 30 тонна темір мен суланған ағаш жай ғана құламайды. Олар адам сүйегін ақынтаққа айналдырмас бұрын, 1 секунд бұрын адамның айқайына ұқсайтын ащы дыбыс шығарады. Саттар селк ете түсіп көзін ашты. Кен орнының шетіндегі тот басқан үйшігінде суық терге малшынып оянды. Түнгі тыныштық сондай ауыр, ол тіпті әрбір сықырды естуге мәжбүр еді. Жұқа темір қабырғаның ар жағында жел гулеп тұрды. Саттарға бұл дыбыс осыдан 10 жыл бұрын естіген сол бір қорқынышты айқайлардың жаңғырығындай көрінді. Оның темір табытында ескі мазут пен суық шаңның иісі аңқып тұрды. Бұл иіс оны шындықпен байланыстырып тұрған жалғыз жіп еді. Өткен шақтың құрдымына бір жола батып кетпеу үшін, ол жұқа жейдесінің сыртынан темірдің суығы денесін қарып бара жатқанын сезіп, қатты сәкіге отырды. Басында ұйқының ізі де жоқ. Көз алдынан ескі таспа сияқты сол бір сұмдық көктем күнінің оқиғалары қайта-қайта өтіп жатты. Ол кезде Саттар зәулім астық қоймасының құрылысында жұмысшылар тобының басшысы болатын. Бұл ғасыр құрылысы. Кез келген қателік қасақана зиян келтіру деп есептелетін мемлекеттік маңызы бар нысан еді. Оның қол астында 40 адам болды. Олардың көбі оқуын жаңа ғана бітірген жап-жас боз балалар еді. Олар Саттарға сенетін, аузына қарап әр сөзін қағып алатын. Өйткені Саттар өз ісін аймақтағы кез келген маманнан артық білетін. Сол күн жабысқақ, жағымсыз жаңбырмен басталған еді. Құрылыс сатылары су болып тайғанақтап кетті. Бірақ жоспарды қандай жағдайда да орындау керек болды. Саттар бекіткіштердің шыдамай тұрғанын,
Болаттың тозғанын көріп, басшылыққа 3 мәрте барып, жұмысты тоқтатуды талап етті. Бірақ оған «Уақыттығыз Саттар, созбалақтамай іске кіріс» деген қысқа жауап қайтарылды. Ол да созбалақтаған жоқ. Ол жұмысшыларды алып шығып, ештеңеден қорықпау керек екенін көрсету үшін өзі ең жоғарыға көтерілді. Дәл сол сәтте бәрі басталды. Мылтық дауысындай қысқа ғана шытынаған дыбыс шықты да, зәулім құрылыс қағаз үйшіктей опырылып ортасына түсті. Саттардың есінде қалғаны тек хаос пен өкпені қапқан қою шаң. Сәкен мен Бақыт есімді 2 жас жігіт үйіндінің астында қалды. Олар сол жерде тіл тартпай кеткен жоқ. Бірақ денелері сондай ауыр жарақат алды, дәрігерлер оларды айлар бойы бөлшектеп жинады. Келесі күні басқармаға сұр костюм киген адамдар келді. Олар кінәліні іздеді. Ал бап тек салғырттық емес, мемлекетке қасақана зиян келтіру бойынша қарастырылды. Ол қатал заманда бұл ату жазасына кесілетін бап еді. Тергеуші Саттарға мұздай суық жанармен қарап, «Құрылыс сатысына шығуға кім бұйрық берді?» деп сұрады. Саттар, егер инженерлерді немесе жоғарыдағы басшыларды көрсетсе, талай адамның басы кететінін білді. Бірақ одан да маңыздысы басқа еді. Оның тірі қалған жігіттері де сыбайлас ретінде оның артынан кетуі мүмкін еді. Ол тергеу бөлмесінің терезесінен дәлізде хабар күтіп тұрған аналардың жүздерін көрді. Сол сәтте Саттар қысқа да нұсқа. «Бұл мен, бұйрықты мен бердім. Бекіткіштерді өзім тексеріп, бәрі дұрыс дедім. Жұмысшылар тек менің нұсқауымды орындады», деді. Ол жастардың өз өмірін түрмеде емес, азаттықта өткізуіне мүмкіндік беру үшін, өзгенің ақымақтығы үшін жауапкершілікті өз мойнына алды. Оған 10 жыл берді. Сот жылдам әрі аяусыз өтті. Оны алып бара жатқанда, ол залда өзі құтқарған сол жігіттерді көрді. Олар бастарын көтеруге батпай үнсіз тұрды. Саттар оларды кінәламады. Ол не істеп жатқанын білді. Бірақ енді арада 10-даған жылдар өткен соң туған ауылына оралғанда, оның бұл құрбандығын өзінен басқа бәрі ұмытқанын түсінді. Адамдар оның оларды қалай қорғағанын есіне де алғысы келмеді. Олар тек сотталғанын және бабын ғана білді. Олардың көз алдында ол батыр емес, тыныштықты бұзуға келген қауіпті қылмыскер, жыртқыш аң еді. Саттар орнынан тұрып, үйшіктің кішкентай терезесіне жақындады. Төменде, кен орнының қараңғылығында кезінде шаруашылықтың мақтанышы болған, енді қираған темір терсекпен тасталған техникалар жатыр. Ол өзін осы техникалар зиратымен туыс сезінді. Ол да қираған, керексіз деп лақтырылған және бәрі тарапынан ұмытылған еді. Өткеннің соққысы оның жүрегінде әлі де естіліп тұрды. Және бұл дыбыс оны өмірінің соңына дейін қудалайтынын білді. Ол өз таңдауына еш өкінбеді. Бірақ мына темір табыттың ішіндегі тыныштық кейде жанына батып, бұл осыған тұрарлық па еді, деген сұрақ мазалайтын. Ол сіріңке жағып майшамның қалдығын тұтатты. Жалын дірілдеп, қабырғаға ұзын, ұсқынсыз көлеңкелер түсірді. Саттар ауыр еңбекке үйренген, жарылған дөрекі қолдарына қарады. Бұл қолдар кезінде тұрғызған. Бұл қолдар қиратқандай еді. Ертең ол тағы да ауылға барады. Және тағы да сол мұздай көзқарастар мен пар шабылған есіктерді көреді. Бірақ ол соңына дейін шыдайды. Өйткені егер адам бәрін жоғалтса да өз ар-ұятын сақтап қалса, ол тіпті құрдымның шетіндегі тот басқан вагонда тұрса да адам болып қала бермек. Қарнының ашқаны сөмкедегі бір бөлке нанның оның өткен өмірінен қалған жалғыз белгі екенін есіне салды. Ол наннан бір үзім үзіп алып, оның қатқыл дәмін сезінді. Бұл қарапайым әрекет қазір оған көптен күткен азаттықтың ең жоғары көрінісіндей болды. Ол техникаға жақындап, суық қаңқасын ұстады.
Саусақтарымен жерге қоңыр ынтақ болып түсіп жатқан Тодды сезді. Саттар ақырын ғана енді бәріне бірге шыдайтындарын айтты. Оның қырылданған дауысы кен орнының үлкен шұңқырында жоғалып кетті. Сол сәтте жұмыс ол үшін алжаспаудың, өткеннің естеліктеріне жұтылып кетпеудің жалғыз жолына айналды. Ол үйшікке оралып, аспаптар жәшігінде аман қалған кілттер жиынтығы мен керосин иісі шыққан шүберекті алды. Келесі 4 күн уақыт сағатпен емес, бұралған болттар мен тазартылған кірдің мөлшерімен өлшенетін шексіз жұмысқа айналды. Саттар қолдары шашаудан дірілдеп, арқасы тұтасқан ауырсынуға айналғанша жұмыс істеді. Ол қозғалтқышты бөлшеттеп, әрбір тетігін тасталған бөшкелерден тамшылатып жинаған жанармай қалдығымен жуып шықты. Мазут терісінің тесіктеріне әбден сіңіп, тырнақтарының астына толды. Бұл оның жаңа тәніне, шындықпен байланыстыратын жалғыз дәнекеріне айналғандай еді. Темірмен алысқанда ол қайтадан бригадир Саттарға өткен шақтың құқықсыз көлеңкесіне емес, табиғат пен металды бағындыра алатын айбынды адамға айналатын. Кен орнының тыныштығы оның еңбегінің дыбыстарынан шевіне бастады. Темірдің темірге тиген шиқылы, балғаның ауыр соққысы мен қызған тетіктерге тиген керосиннің пысылдаған дыбысы, мына өлім мекенде тіршілік бар деген алдамшы сезім ұялатты. Саттар мына техника, оның өзі алдындағы жалғыз ақталуы, әлі де тірі екенін, оның ерік жігері Тод пен ұмытылудан мықты екенін дәлелдейтін жалғыз жол екенін түсінді. Кейде ол бульдозермен сөйлесіп, оған мына лағыне тапқан тыныштықтың аузын жабу үшін қазір оянып, гүрілдеуі қаншалықты маңызды екенін түсіндіретін. Ауылда бұл дыбыстар естіліп жатты. Кешкісін желкен орны жақтан соққанда, тұрғын үйлерге оғаш тарс-тұрс пен ауыр соққылардың дыбысы жететін. Бұл дыбыстардан иттер ұлып, адамдар педелерін тығызырақ жауып алатын. Ауыл дүкенінде елден аласталған адам шұңқырдан ескі жынды тауып алып, оны тірілтпекші деп бір-біріне сыбырласатын. Аналар балаларын жар шетінен аулаға кетіп, егер ұйықтамасандар, түнде Саттардың теміраны келіп алып кетеді деп қорқынышты әңгімелер айтатын. Олар үшін оның еңбегі құтқару емес, жаңа бір қауіптің, қорқынышты әрі түсініксіз бір нәрсенің хабаршысы еді. 5-ші кеште Саттар уақыт келді деп шешті. Ол бакке соңғы 5 литр жанармайды құйып, от алдыру тұтқасына жақындады. Қолдары мазуттан қап-қара, жүзі жүдеген, бірақ жанарында отты жалын бар еді. Ол тұтқаны 1, 2, 3 рет шоқылды, бірақ машина тек көк түтін шығарып, әлсіз ғана жөтелді. Саттар берілмеді. Соңғы қимылына өзінің бүкіл ашу-ызасын, тағдырдың әділетсіздігіне деген өкпесін және өзін сатқан адамдарға деген назасын салды. Сол сәтте кен орны жарылғандай болды. Дизельдің ауыр гүрлі шұңқырдың қабырғаларына соғылып, жаңғырықпен еселеніп, жер дүниені тебіренткен дүбірге айналды. Мұржадан будақтап қара түтін шығып, кен орнын Саттар үшін жеңіс иісіндей көрінген ащы түтінге толтырды. Техника дірілдеп, шынжыр табандары тастарды басып шықырлады. Бұл дыбыс ауылға дейін жетіп, адамдарды үйлерінің босағасында қатып қалуға мәжбүр етті. Саттар гүрілдеп тұрған қозғалтқыштың қасында тұрды. Оның кір қожалақ бетімен жас ағып, ақ жолақтар қалдырып жатты. Ол қозғалтқыштың дауысын баса айқайлап, енді мұнда өзі қожайын екенін, және бұдан бұлай ешкім оны үндемеуге мәжбүрлей алмайтынын айтты. Бірақ бұл жеңістің артында жаңа бір көлеңке жасырынып тұр еді. Өйткені оянған шу оның әлемімен. Мына темір аңның әрбір демінен қорыққандардың әлемін бұрынғыдан да бетер бөліп тастады. Сол түні аяз сондай қатал болды. Ормандағы ғасырлық қарағайлар зеңбіректен атқандай тарс-тұрс жарылып, жер қақ айырылып, қара іздер қалдырды. Таңға қарай Ақжар ауылы мұз құрсауында қалып, мүлдем тынып қалды. Ауыл шетіндегі басты су айдағыш мұндай 40 градустық қысымға шыдамай
қатып қалды. Сөйтіп ең ауыр сағатта жүздеген адамды бір тамшы сусыз қалдырды. Оларды аудан орталығымен байланыстыратын жалғыз жолды қар қоршаулардың төбесіне дейін басып қалып, ауылды әлемнен бөлінген ақ ажал қоршаған аралға айналдырды. Адамдар мұздай суық үйлерде оянып, аяздың олардың соңғы жылуын сығып алып жатқанын сезді. Ауыл әкімі үзілген сымдар арқылы көмек шақыруға тырысып, әуреге түсті. Саттар кен орнының шетіндегі темір вагонында отырып, осы өлі тыныштықты тыңдады. Оның баспанасында киген шүберектің иісімен қап-қызыл болып қызған пештің әлсіз жылуы сезіледі. Ол мұз басқан терезеден төмендегі ауылда бос шелек ұстап сабылып жүрген адамдарды, көп метрлік қар құрсауын күрекпен қазбақ болып жатқан жігіттерді көрді. Ол алыстан естілген адамдардың шарасыздығын сезіп, ішінде бір оғаш, дерлік ұмытылған сезімнің оянғанын байқады. Ол өзін өмір тізімінен сызып тастаған, қауіпті ан деп атап, алдынан есігін тарс жапқан адамдарға неге көмектесуім керек, деп сұрады. Бірақ жауап болған жоқ. Тек осыдан 10 жыл бұрын осы адамдарды иінді астынан қалай суырып алғаны туралы естелік қана қалды. Ескі сағаттың тілі түн ортасынан ауғанда Саттар қараңғылыққа шықты. Жел оның бетін мұздай тырнақтарымен бірден бүре жөнелді. Бірақ ол ауырсынуды сезбеді. Ол өзінің темір аңына, бүкіл кен орнындағы жалғыз тірі жан иесі сияқты көрінген бульдозерге жақындады. Қозғалтқыш түнгі аспанға ұшқындар мен қою түтін шашып, ауыр гүрілмен оталды. Саттар тұтқаны тартты. Сөйтіп 30 тонна темір шынжыр табандарымен мұздаған жерді шықырлатып, ауылға қарай шошыды. Ол шам жақпастан тас қараңғыда жұмыс істеді. Тек үйлердің сұлбасына және өзін ешқашан алдамаған жадына сенді. Бульдозердің ауыр күрегі қар құрсауын ыстық пышақ майды кескендей оңайтылып жатты. Саттар техниканың әрбір дірілін, металдың мұзға соғылғанын өз жүрегінің соғысындай сезінді. Ол су айдағыш мұнараға қарай сантиметрлеп жол ашты. Бетіндегі күйі мен мазут қыраумен араласып, оны қорқынышты кейіпке ендірді. Бірақ ол тоқтамады. Егер қазір жасамаса, таңға қарай Ақжар ауылында алғашқы өлімдер басталуы мүмкін екенін білді. Жол тазартылған соң, ол бульдозерді құбырлары мұз боп қатып қалған мұнараның өзіне қарай бағыттады. Ол пайдаланылған газдың жылуы мен гидравлика күшін пайдаланып, мұздаған жерді зергерлік дәлдікпен қазып, түйінге жетті. Таңғы сағат 5-те жұмыс аяқталды. Аудан орталығына баратын жол ашылды, ал су айдағыштан әлсіз болса да су аға бастады. Саттар техникасын бұрып, артық назар аудартпауға тырысып, кен орнына қайта оралды. Ол қозғалтқышты өшіріп, сәкіге құлай кетті. Шеттен тыс шиеленістен қолдары тырысып қалды. Ол ауылдағы адамдардың ояна бастағанын, судың шыққанына қуанған алғашқы дауыстарды, ауданнан келген бірінші көліктің гүрілін естіді. Кие мен жанарма иісі аңқыған қараңғылықта отырып, алда не боларын күтті. Таңертең ауыл дүкеніндегі әңгіме тек осы құтқарылу туралы болды. Жігіттер үлкен шынжыр табан іздеріне қарап, бастарын қасыды. Ауыл әкімі жол жиегімен жүріп, кен орнының шетіндегі тот басқан үйшіктің сұлбасына күдікпен қарады. Ешкім Саттардың есімін атамады. Ешкім оған алғыс айтып барған жоқ. Керісінше, жұрт арасында бұрынғыдан да бетер өшпенділікке толы сыбыс таралды. Бір әйел: "Мұны ол бізге күшін көрсету үшін, енді біз оған қарыздар болуымыз үшін әдейі істеді", деді дауыстап. Тағы бір жігіт: "Мұндай аңнан жақсылық күтуге болмайды. Бүгін жол тазартса, ертең осы күрегімен үйлерімізді таптап кетеді", деп қостады. Түсте Саттар тұз алу үшін дүкенге түскенде осы әңгімелерді естіді. Адамдар оған бұрынғыдан да тез жол берді. Ал көзқарастары тіпті қатал әрі күдікті бола түсті. Сатушы Камиляның ол жақындағанда қолдарын алжапқышының астына тығып алғанын көрді. Ол ештеңе айтпады, ақталмады да, алғыс та талап етпеді.
Ол алған затын ұстап, өзінің темір табытына қайтты. Көрінбей жасаған көмегі оны жақындастырмады. Керісінше, ауылдастардың жанында түсініксіз, қуатты әрі қорқынышты бір нәрсе тұрып жатқанына көздерін жеткізе түсті. Оның оралуындағы жұмбақ одан әрі шиеленісті. Өйткені енді бүкіл ауыл бұл қуғындалған жанның неге қауқарлы екенін білді. Бұл қорқыныш кез келген аяздан да күштеді. Сатқындықтың иісі әрқашан қымбат темекі мен жаңа үтіктелген шығадан шығады. Ол кедейлікті білмейді және жыртық мақталы күртеше кимейді. Саттар мұны осы жаққа жат, дыбысты естіген сәтте-ақ түсінді. Тасты жолдың үстімен доңғалақтың жұмсақ, білінбейтін сыбдыры естілді. Оның кен орнына қарай жеңіл шаң көтеріп, қара Волга келіп тоқтады. Бұл билік пен қол жетпес байлықтың белгісі еді. Көлік үйшіктен бірнеше метр жерге келіп тоқтады. Ішінен 3650 күндік тұтқындағы ең қорқынышты түстерінде көретін адам шықты. Бұл кезіндегі сол бір қасіретті мекеменің бас инженері. Ал қазір ауданда жоғары лауазымды қызметте отырған елге сыйлы Паң Нұрлан еді. Ол уақыттың сынына ұшырамағандай көрінді. Баяғы ұқты таралған шаш, сол баяғы тәкаппар жанар. Тек самайына сәл ақ кіріп, ерік жігерінің нышанындай ерін шетіндегі сызық тереңдей түскен. Нұрлан кен орнының тот басқан айналасына және бульдозерінің қасында қолы мазутқа малынған Саттарға жиіркене қарады. Нұрлан бірінші болып сөйледі. Оның дауысы көлігінің бетіндей жылтыр әрі тегіс шықты. Ол Саттарды мұндай лас жерден көрем деп ойламағанын айтты. Сондай-ақ Саттар сияқты адамдар өз орнын білуі керек екенін және мұндай абыройлы азаматтардың көзіне көрінбей аулақ жүруі тиіс екенін жеткізді. Саттар үндеместен майлы шүберекпен қолын сыртты. Ол өзінің ішінде баяғыдан бері басып келген ызаның оянып жатқанын сезді. Саттар жақынырақ келді. Қымбат әтірдің иісі мен мазуттың иісі бетпе-бет келді. Ол ақырын ғана: «Осыдан 10 жыл бұрын сенің өмірің мен мансабыңды құтқарып қалғаннан кейін менде қалған жалғыз мекен осы жер ғана», деді. Ол сол кездегі құрылыс сатыларының салмақты көтермейтінін біле тұра, қабылдау актісіне Нұрланның өзі қол қойғанын есіне салды. Басқа біреу сенің өтірігің үшін өмірінің ең жақсы жылдарын темір тордың артында өткізіп жатқанын біле тұра, қалайша таза төсекте жай барақат ұйықтап жүрсің? Ақыретте Алланың алдында қалай жауап бересің? Деп сұрады. Нұрлан тіпті селт етпеді. Ол мысқылмен жымиып, бұл Саттардың өз таңдауы болғанын айтты. Бұл дүниеде әрқашан біреулер жол бастайтынын, ал басқалары сол жолда құлап бара жатқан конструкцияларды иығымен тіреп қалатынын жеткізді. Ол Саттарға тиесілі ақысы толық төленгенін, өмірі аман қалғанын, тіпті алғашқы 2 жылда отбасына көмек берілгенін айтты. Бірақ бұл қып-қызыл өтірік еді. Саттар анасының ешқандай көмек көрмей кедейшілікте көз жұмғанын білетін. Бірақ ол шүберекті жұдырығына қаттырақ қысты. Нұрлан негізгі шаруаға көшті. Оның ауылға келуі жұрттың тыныштығын бұзатынын айтып, Саттарға 30 000 теңге ұсынды. Осы ақшаны алып, ешкім танымайтын қиыр шетке, солтүстік құрылыстарға кетіп қалуын талап етті. Егер бас тартса, учаскелік сақшы оның үйшігінен бірдеңе тауып алып, тағы 10 жылға айдайтынын ескертті. «Бұл жолы тірі қайтпайсың», деді ол. Кен орнында орнаған тыныштық 30 тонналық бульдозерден де ауыр еді. Саттар сатқынның көзіне тура қарады. Оның жанарынан тек есеп пен қорқынышты көрді. Нұрлан одан қорқатын еді. Ол мазутқа малынған мына үнсіз адамнан кез келген тексерістен бетер сескенетін. Саттар баяу басып Волгаға жақындады да,
мазут болған қап-қара қолын көліктің жылтыраған капотына қойып, кетпейтін із қалдырды. Ол өзінің ар ұяты 30 000 теңгеге, тіпті 300 000 теңгеге де сатылмайтынын айтты. Ешқайда кетпейтінін, өйткені бұл оның туған жері, оның кен орны және оның шындығы екенін жеткізді. Нұрланға көлігін байқап, айдауды ескертті. Өйткені қазір жолдар қауіпті, ал жер тым асқақтап кеткендердің аяғының астынан опырылып кетуге бейім, деді. Нұрланның өңі бозарып кетті. Оның еріндері ашудан дірілдеді. Ол көлігіне отырып, саттарды шаң мен тасқа көміп, орнынан қашты қозғалып кетті. Саттар өзінің өлі патшалығында жалғыз қалды. Ол бұл келудің үлкен соғыстың басы екенін білді. Сатқын тоқтамайды. Ол ауылдастардың қорқынышы мен өшпенділігін пайдаланып, тасадан соққы береді. Бірақ саттар жеңілдеп қалғандай болды. Енді бәрі ашық. Ол жай ғана қуғындалған жан емес. Өз бақытын, оның өмірінің үйіндісінде тұрғызғандар үшін үлкен қауіпке айналды. Ол бульдозеріне оралды. Қозғалтқыштың дауысы енді оған майдан дабылында естілді. Шиеленіс шыңына жетті. Алда үлкен дауыл келе жатты, және саттар оған дайын еді. Жер кешіруді білмейді. Ол тек адам өзінің жазасыз қалатынына бір жола сенген сәтте, оның аяғының астынан тайғанақ әрі аш құрдымын ашу үшін қолайлы сәтті күтеді. Жаңбыр кенеттен басталды. Бейне бір жоғарда біреу шүмекті ашып жібергендей. Ақжар ауылына суық судан тұратын қабырға құлады. 1 сағаттың ішінде жолдар өзенге айналды. Ал қараусыз қалған кен орны балшық пен үрейге толы алып, қазандық қайналды. Саттар өз үйшігінде отырып, ауыр тамшылардың темір шатырда қалай сабалап жатқанын тыңдады. Бұл дыбыс оған тыныштықтың соңғы жұрнақтарын атып жатқан пулемет кезегін еске түсірді. Ауада ылғалды шаң мен озон иісі аңқып, қараңғылықтан кен орнының жиектері опырылып, төменге құлағандағы ауыр гүріл естіліп жатты. Нөсерден су болған әйнектің арғы жағынан ол фараның жарығын көрді. Қорқынышқа толы сары сәулелер жардың шетінде шарқ ұрып, қараңғылықтан қою тұман мен балшық шашырандыларын іліп әкетіп жатты. Бұл Ақжар әкімінің көлігі еді. Тасқын су басқан ойпатты 20 шақырым айналып жүрмес үшін, ол кен орнының ескі жолымен төтесінен өтпек болған екен. Саттар орнынан тұрып, маңдайын терезесінің суық теміріне тіреді. Ол көліктің қалай теңселіп, артқы дөңгелектерінің балшықта шарасыз шыр айналып, лай шашып жатқанын көрді. Кеше ғана саттарға қоқысқа қарағандай менсінбей қараған Ақжардың кіші патшасы, енді қатыгез табиғатпен өз өмірі үшін арпалысып жатты. Бір қате қимыл. Рульді бір рет қаттырақ бұру болды. Ауыр көлік баяу, тіпті салтанатты түрде жар шетіне сырги бастады. Саттар қозғалтқыштың қалай қинала гүрілдегенін, доңғалақтардың тайғанақ жерге жабыспақ болып ащы шиқылдағанын естіді. Бірақ балшық күштірек еді. Көлік 100 метрлік тереңдікте өткен жылдардың қираған темірлері мен өткір тастары жатқан құрдыңның үстінде. Алдыңғы бір дөңгелегі ілініп, сұмдық күйде қатып қалды. Фараның жарығы аспанға қадалды. Бейне бір бұл ауылда әлде қашан сенуден қалған, жаратушыға көмек сұрап, белгі беріп тұрғандай. Саттар үйшіктің босағасына шықты. Су оның киімін бір сәтте малып, суық әрі ауыр етіп жіберді. Ол көліктен жүргізуші жігіттің секіріп шыққанын, бірақ аяғы тайып, құлама жармен төмен сырғып бара жатып, ескі қарағайдың тамырына ілініп қалғанын көрді. Ал кабинаның ішінде қисайған есікке қыстырылып, әкім қалды. Саттар оның жел ұшырып бетіне соққан жіңішке әрі аянышты айқайын естіді. «Көмектесіңіздер, құтқарыңдар!» деп бақырады. Таңертең ғана саттарға қысқа отын бермеуге бұйрық берген адам.
Жардың шетіне адамдар жинала бастады. Жақын маңдағы үйлерден бірнеше жігіт жарыққа қарай жүгіріп келді. Олар жоғарда тұрып, қолдарын шарасыз сермейді. Ешкім жардың шетіне 5 метрден жақын келуге батылы бармады. Аяқ астындағы топырақ тыныс алып жатты. Ол кез келген сәтте абайсызда баса салған адаммен бірге төменге опырылып кетуге дайын еді. Әкім көлік ішінде жанталасып жатты. Оның боп-боз жүзі әйнекке жабысып, жанарынан Саттар түрмедегі жаңа келгендерден көрген жабайы үрейді байқады. Жоғардағы топтың үнсіздігі мына нөсерден де қорқынышты еді. Адамдар өз бастықтарының жоқ болып бара жатқанына қарап тұрды. Олардың жанарында аяныш емес, тек жансыздану бар еді. Саттар өзінің бульдозеріне қарай түсті. Темір оны үйреншікті суықтықпен қарсы алды. Ол қазір тек әкімнің емес, өзінің де тағдыры шешіліп жатқанын білді. Егер ол шетте қалса, оны ешкім кінәламас еді. Мұндай ауа райында жар шетіне жақындау өз-өзіне қол жұмсаумен тең. Бірақ ол жай ғана қарап тұра алмады. Бұл билікті жақсы көргендіктен емес. Қорқыныш пен темірдің қираған дыбысы оның өз территориясы болғандықтан еді. Ол қозғалтқышты оталдырды. Дизельдің гүрілі жаңбырдың шуын басып кетіп, жоғарыдағы адамдарды селт еткізді. Тұтқалар алақанын кидіріп барады. Мазут жаңбыр суымен араласып, көзін ашытты. Саттар бульдозерді жар шетіне қарай бағыттады. Шынжыр табан астындағы жер шөгіп, техника қисайып бара жатты. Бірақ ол өз темір аңының әрбір қимылын сезіп отырды. Ол ұстараның жүзінде келе жатқанын түсінді. Бульдозердің салмағы бүкіл жарды опырып жіберетін соңғы тамшы болуы мүмкін еді. Бірақ ол жар шетінде ілініп тұрған көлікке сантиметрлеп жақындай берді. Шиеленіс, ол жауын құтқара ма, әлде онымен бірге құрдымға кете ме? Бульдозердің күрегі көліктің бамперіне тірелгенде Саттар металдың селк еткенін сезді. Ол әкімнің көзін көрді. Онда енді билік жоқ. Тек жалыныш бар еді. Саттар қозғалмады. Ол жардың шеті баяу төмен сырғи бастағанын сезіп, техниканы тежегіште ұстап тұрды. 30 тонна темір езілген балшыққа қарсы. Бұл жеңімпаздар болмайтын, тек аман қалғандар ғана болатын шайқас еді. Саттар газды соңына дейін басты. Мұржадан шыққан қара түтін апат орнын тұмшалап, жоғарыдағы адамдардан бұл драманың сонын жасырып қалды. Шиеленіс шыңына жетті. Тек үзілген арқандардың дауысы ғана соңғы шешімнің жақын екенін хабарлады. Өлімнің дәмі суық лай мен ескі тот сияқты. Бүгін бұл дәм бәрінің таңдайында еді. Саттар өзінің бульдозерінің тірі жан иесі сияқты дірілдеп тұрғанын сезді. Ол да бір қатеқ адам екеуін де кен орнының түбіндегі керексіз қоқысқа айналдыратын түсінгендей. Лай терезені жауып тастап, әлемді бұлдыр даққа айналдырды. Тек жар басында ілінген көліктің үрейлі жарығы ғана бағдар беріп тұр. Саттар тұтқаны бар күшімен тартты. Дизельдің ащы гүрілі жаңбыр пердесін шыртып жіберіп, жоғарыдағы адамдарды құлақтарын басуға мәжбүр етті. Ол алдыңғы әйнектен әкімнің жүзін көрді. Ол бордай боп аққан. Кеше ғана Саттарға жаңа мерзімен қоқан-лоққы көрсеткен менмен шенеуніктен ештеңе қалмаған. Қазір бұл адам темір торға қамалған бір кесек ет қана еді. Оның өмірі Саттар көліктің артқы осіне іліп үлгерген жіңішке Болат арқанға ғана байланып тұр. Болат ән салып жатты. Арқан сондай қатты ширықты, тіпті ішінен майы шыға бастады. Бұл дыбыс шаралы скрипканың ыңырсығанындай болып, омыртқаға дейін шымырлатты. Саттар іштей, «Шыда, айналайын, сыр бере көрме», деп сыбырлады. Оның мазуттан қап-қара болып, қырсып қалған қолдары басқару тұтқаларына сіңіп кеткендей, техниканың гидравликалық жүйесінің жалғасын айналды.
Шынжыр табан астындағы жер қозғала бастады. Ең қорқыныштысы, өз салмағының 30 тонна темірдің өзін құтқарып жатқан көліктің артынан төменге қарай сырғып бара жатқанын сезіну еді. Саттар бульдозердің артқы жағының жоғары көтеріле бастағанын байқады. Жар шетіндегі жігіттер айқайлап жіберді. Біреулер бүкіл жар опырлады деп қорыққаннан қаша жөнелді. Бірақ Саттар қозғалмады. Ол қазір миллионнан бір ғана мүмкіндік бар екенін білді. Көлікті кейін қарай жүретін берілісте қойып, газды сонына дейін басты. Техниканың шынжыр табандары балшықтың астындағы тасты жерге дейін қазып жабыса бастады. Темір астынан шыққан ұшқындар жаңбыр суымен араласып, мына суық қараңғылықта тозақтың отындай көрінді. Бір сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Болат арқан шегіне жете ширықты. Әкімнің көлігі құрдымның үстінде теңселіп, алдыңғы оң жақ дөңгелегі тіреттен бір жола айырылды. Саттар әкімнің соңғы сапарына дайындалып, көзін тарс жұмғанын көрді. Саттардың басына ащы, өткір бір ой келді. Тұтқаны бір жағына қарай сәл ғана жұлқып жіберсе, бәрі бітеді. Енді тексерісте болмайды, қоқан-лоққы да болмайды. Ауылдағы мына жабысқақ қорқынышта жоғалады. Бір ғана қимыл жасаса, Сатқын өз жазасын алады. Бірақ Саттар тек тістерін сақырлата, қаттырақ тиді. Ол бригадир болатын. Ал нағыз басшы адамды еш қашан тастамайды. Тіпті ол адам жер бетіндегі ең соңғы малғұн болса да. Баяу, елелеп, дүйімдеп отырып, бульдозер жол талғамайтын көлікті қақпаннан суырып шығара бастады. Темір ұлып, балшық өзінің олжасын жібергісі келмей шалпылдады. Бірақ бұл жолы адамның ерік жігері табиғаттан үстем түсті. Әкімнің көлігі 4 дөңгелегімен де қатты жерге тигенде, Саттар өз жүрегінің кеудесінен шығып кете жаздағанын сезді. Ол тоқтаған жоқ. Көлікті жар шетінен 10 метрдей алысқа сүйреп апарды. Тек содан кейін ғана қозғалатқышты өшірді. Дизельдің гүрілінен кейін орнаған тыныштық құлақты тас қылды. Тек жаңбырдың шуы мен Саттардың ауыр, қырылданған тынысы ғана естіледі. Ол кабинадан жанталаса шықты. Аяқтарындағы ауыр етіктері балшыққа батып барады. Жар шетіндегі адамдар қозғалмастан тұрды. Олар Саттарға бейне бір тозақтан шыққан аруаққа қарағандай қадалды. Ешкім бір адымда алға баспады. Әкім көлігінен шықты. Оның денесі сондай қатты дірілдегеннен аяғында нық тұра алмады. Ол Саттарға қарады. Жанарынан бір сәтке өкініш немесе ұятқа ұқсайтын белгі байқалды. Бірақ бұл сәт тез өтті. Шенеунік су болған пиджағын түзетіп, бір ауыз сөз айтпастан жүргізушісіне сүйеніп ауылға қарай аяңдады. Саттар бульдозерінің қасында жалғыз қалды. Жағасынан мұздай судың ағып жатқанын сезсе де, оған бәрібір еді. Ол өз қолдарына қарады. Олар сондай қатты дірілдеп тұрды, тіпті жұдырық болып түйілуге де шамасы келмеді. Ол істеуі тиіс нәрсені істеді. Бірақ бұл құтқарудың құны тым жоғары болды. Ол қараңғылықтан өзіне қарап тұрған ауылдастардың жүздерін көрді. Олардың жанарында алғыс жоқ еді. Онда жаңа, бұрынғыдан да терең, әрі қара түнек қорқыныш пайда болды. Олар өздері басқара алмайтын күшті, жоғалтар ештеңесі жоқ адамның айбатын көрді. Саттар кабинаға оралып, техникасын оталдырып, баяу ғана өз үйшігіне қарай жүрді. Ол ертең бәрі бұрынғыша болатынын білді. Әкім өзін құтқарғаны үшін жаңа бір арамдықпен алғысын білдірудің жолын табады. Ал ауыл оны бәрінен де жоғары болып шыққаны үшін бұрынғыдан да бетер жек көретін болады. Бірақ қазір оған тек бір-ақ нәрсе керек еді. Темір кереуетіне жетіп, көзін жұму. Мына жаңбырмен бүгін оның жанын жұтып қоя, жаздаған жабысқақ лайды көрмеу үшін. Алда бұл ұзақ хикаяның соңғы бөлімі қалып еді.
және Саттар оның соңы сол заманғы газеттерде жазылатындай болмайтынын жақсы түсінді. Алғыс, адам баласы өтей алмайтын ең ауыр қарыз. Сондықтан да көбіне оны қара түнек өшпенділікке айналдыруды қалайды. Келесі күні әкімді құтқарғаннан кейін, Ақжардың аспаны ашылып, кешегі нөсерден кейін тап-таза әрі мұздай болып шыға келді. Күн көтерілді, бірақ оның сәулесі жылу берген жоқ. Ол тек жердің денесіндегі бульдозердің ауыр шынжыр табандары қалдырған терең тыртықтарды аяусыз жарықтандырып тұрды. Саттар үйшігінің босағасында, иығымен тот басқан жақтауға сүйеніп, төменде пеш түтініне оранған, ақырындап оянып жатқан ауылға қарап тұрды. Ол өзін кешегі жар оны бәрібір жұтып қойғандай, бірақ аруақтардың қатып қалған әлемінде қалдырғандай сезінді. Оның темір баспанасында суыған кие мен қою, қап-қара шайдың иісі шығады. Саттар алюминий кружкадан ыстық шайды ұрттап, тамағының күйгенін сезсе де, бұл оған жеңілдік әкелмеді. Ол төменде, кеңсе маңында адамдардың сабылып жүргенін көрді. Әкімнің көлігін жолға шығару үшін көтергіш кран келіпті. Кеше жар шетінде өлімнің аузында тұрғандардың ешқайсысы кен орнына көтерілген жоқ. Ешкім оған тым болмаса бір бөлке нан әкелмеді. Не болмаса, үнсіз мойындағанның белгісі ретінде қолында сермемеді. Ауыл одан бұрынғыдан да бетер тұйықталып алды. Кешегі жасаған жақсылығы құтқару емес, керісінше. Саттардың адам танымас қауіпті, бөтен жаратылыс екенінің, онымен ешқандай іс болмағаны дұрыс екенінің соңғы дәлелі іспетті болды. Түске қарай үйшікке тағы да учаскелік сақшы келді. Ол ішке кірген жоқ. Мотоциклінің жанында тұрып, белдігін түзеп қойды. Ол Саттарға әкімнің оған уақытша тіркеуге тұруға және отын алуға анықтама беруге бұйрық бергенін айтты. Бірақ майордың дауысы құрғақ әрі суық шықты. Ол Саттарға басқа ауданнан баспана қарастырғаны дұрыс болатынын, өйткені Ақжар халқы одан қорқатынын жеткізді. Ал қорқыныш деген, ерте ме кеш пе, бір пәлеге соқтырмай қоймайтын нәрсе. Сақшы мотоцикліне отырып, артында ащы түтін мен ресми садақаның ащы дәмін қалдырып кете барды. Саттар бұл тіркеудің жай ғана үндемегені үшін берілген ақы екенін, үлкен бастықтың өз ақымақтығынан ажал құша жаздаған оқиғасын жауып қоюдың амалы екенін жақсы түсінді. Ол өзінің бульдозеріне жақындап, оның суыған теміріне алақанын қойды. Темір адал еді. Ол сапқындықты білмейтін және көзін тайдыруды үйренбеген. Саттар осы 10 жылдық айдауда жүріп түсіне алмаған бір қарапайым шындықты ұқты. Үй дегенің 4 қабырға, оюлы босаға немесе тіркеудегі жазу емес екен. Үй дегенің айнаға қарағанда өз бейненен көзінді тайдырмайтындай күй кешу екен. Ол өзін сатқан адамды құтқарды. Мұны алғыс күткендіктен емес, бүкіл ауыл өзі туралы ойлайтындай жыртқыш аңға бір жола айналып кетпеу үшін істеді. Оның бостандығы енді өз ішінде еді. Және бұл еркіндік кез келген құлыптан берік, кез келген қоршаудан биік болатын. Саттар жар шетіне отырып, аяғын кен орнының құрдымына салбыратып қойды. Төменде оның өткен өмірінің үйінділері жатыр еді. Бірақ олар енді оны шошытпады. Ол алда осы суық вагонда ұзақ қыстар, дүкендегі қисая қараған көзқарастар мен арқасынан естілетін сыбыстар күтіп тұрғанын білді. Бірақ ол енді осы өлім екеннің иесі екенін және мына тыныштықтың оның құлағын бұрынғыдай сарсытпайтынын сезді. Ол Саттар еді. Өзгелер сынып кеткен жерде аман қалып, өз жүзін жоғалтқандардың арасында адам болып қалуға күш тапқан жан. Күн батып бара жатты. Үйшіктің тот басқан темірі қатып қалған қанның түсіне боялды. Саттар 10 жылдан кейін алғаш рет үйіне шынымен оралғанын сезінді. Құрметті көрермен, қалай ойлайсыздар? Саттардың өзін сапқан және тағдырын талқандаған адамды құтқару үшін өз өмірін қатерге тіккені дұрыс па? Айналандағының бәрі сені аң деп санаған әлемде адам болып қалудың мәні бар ма?
Өз ойларыңызды осы бейнероликтің астына пікір ретінде жазып кетіңіздер. Біз үшін бұл күрделі оқиға туралы сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Және тағдырдың қатал сынақтары мен рухтың күші туралы жаңа әңгімелерді жіберіп алмау үшін Қара дерек арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге осы жолды жалғастыруға көмектеседі.